всего лишь третий месяц здесь. Мне уже надоело, если честно. Дархан Сатыбалды әкімшілік аппаратының кеңейтілген жиынында осылай деп кейді. Сөзіне қарасаңыз, қол астындағылар білген істеп жатқан көрінеді. Мұны кемшілік емес, заңсыздық тіпті қоғамға қиянат деп бағалауға болатындай. Сонымен Сатыбалды не дейді? Надо вникать на стадии проектирования, вот эту проблему. Потом каждый раз, когда мы вот на таком совещании, вы говорите, из 500 домов, 200 домов забыли проектирование, да, подведение там сетей всяких. Дороги, вы тут рассказали, у нас трехслойные, но проект пропустили только 5 сантиметров, один слой. И теперь заново заходим. Я что-то не могу логику вашу понять. Как теперь? Тогда не надо было начинать от строительства этой дороги, реконструкцию. Слушайте, уже хватит, я же уже второй, третий месяц я вам повторяю. Жоспарланған 500 үйдің 200-дің инженерлік желісі жобаланбаса, жолға 3 қабат төселу тиіс жабынды 5 сантиметрге ғана төселсе, бұл қателік пе, әлде қылмыс па? Егер қылмыс болса, Дархан Сатыбалды кінәлілерді құлағынан сүйреп сотқа апарса да жарасар еді.